Шабан айындағы айтулы күн ол Барат түні. Ләйләтүл Барат оттан құтылу түні. Барат түні құлшылық жасап, ал ертесі күндізінде ораза ұстаудың сауабы мол. Хадис кітаптарында орын алған риуаяттың бірінде былай делінген: Шабан айының ортасы болғанда түнін ғибадатпен, ал күнін оразамен өткізіңдер. Алла тағала сол күні күн батқанда дүние аспанына түсетте былай дейді: менен кешірім тілейтін пенде бар ма, кешірім етейін. Менен ризық несібе тілейтін пенде бар ма, ризығын арттырайын. Ауыр сырқауға шалдыққан бар ма, саулық берейін. Осылай таң атқанша жалғасады. Шариғатта құлшылықтардың уақыты ай күнтізбесі бойынша есептелетіндіктен түні әуелі жүреді. Сондықтан да бәрайат түннің уақыты әуелі туындайды, ал күндізі ертесі басталады. Сонда биылғы жылы Барат түннің сауабынан құр қалғысы келмеген мұсылман кісі ақпан айының 13-ші түні ғибадат жасап, ертесі күндіз, яғни ақпанның 14-і күні ораза ұстайды. Үкімі мұстахаб, орындаса сауап бар, орындамаса күнә жоқ, ерікті амал. Барат түні оқылатын белгілі намаз түрі жоқ. Еркін құлшылық. Мысалы, нәпіл намаздар мен қаза намаздарын оқыса болады, Құран оқу, тәсбih тарту, алақан жайып дұға тілеу, әр түрлі дұғаларды оқу тағы басқалар. Барат түнін ұйықтамай құлшылық жасаумен өткізген абзал, бірақ та оған шамасы келмеген кісілер осы түннің кез келген уақытында тұрып мінәжатын жасай алады. Ертесі нәпіл ораза ұстағысы келген кісі ниетін нәпіл ораза ұстамаққа деп ниет етеді. Мысалы, сәресіде ас ішіп болғаннан кейін Алла разылығы үшін бүгін Барат күніне орай нәпіл ораза ұстамаққа ниет еттім. Халисалиллахи тағала деп ниет білдірсе болады. Барат күнгі оразасын ұстайтын кісі күнделікті жергілікті намаз кестесін негізге алады. Дәлірек айтқанда, таң намазы кірген уақыт ауыз бекіту уақыты болмақ, сол уақытқа дейін сәреңізді ішіп жеуге рұқсат. Ал ақшам намазының кірген уақыты ауыз ашар уақытының кіргенін білдіреді. Жылда қайталанып тұратын айтулы күндердегі ораза жұма күніне тура келіп қалса, ол оразаны жұма күні ұстаудың мәкрухтігі жоқ. Хадисте былай делінген: сендер жұманың түнін өзге түндерден ерекше етіп ғибадатқа арнамаңдар. Және жұманың күндізін өзге күндерден ерекше етіп оразаға арнамаңдар. Алайда әлдекімнің ұстап жүрген оразасы сол күнге тура келген болса, ол басқа. Хайызы келген әйел аталмыш қасиетті түні дәрет алып, намаз оқитын жеріне жай намазын жайып, құбылаға қарап отырып, мына құлшылық түрлерін орындауына болады. Таспихат тарту 100 реттен. 70 мәрте истифар айту. Bir риуаятта былай делінеді: хайызы келген әйел әр намаз уақытысында 70 мәрте истифар айтса, 1000 айғат намаздың сауабы жазылады. 100 мәрте пайғамбарымызға салауат айту. Дұғалар оқу. Қол жайып өз тілінде Алладан қалаған нәрселерін сұрау. Құран тыңдау. Хайызды кезде Құран тыңдауға болады. Діни кітаптар оқу. Ал хайыз кезінде намаз оқуға, Құран оқуға, Құран кітабын ұстауға, жазылған аяттарға қол тигізуге, мешітке кіруге, ораза ұстауға тыйым сал. Дұға мазмұндас Құран аяттарын дұға ретінде айтуға рұқсат. Алла жасаған құлшылықтарыңызға еселеп сауап жазып, тілеген дұға тілектеріңізді қабыл етсін.